Қазақ деген сөзді айтқанда ойымызға не келеді? Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек. Қазақ тілінің жанашырлары Алаштың алыптары. Сонымен қатар мұнай. 9-шы орын алатын Қазақстанның жер көлемі. Сонымен қатар қонақжайлылық, киіз үй, қазы-қарта. Сонымен қатар Қазақстанның төл көлігіне айналып кеткен Toyota Camry есімізге түседі. Ассаламағалейкум достар, осы шығарылымды біз арнайы 45К-ға арнаған болатынбыз. Ендеше ыңғайларға жайғасып, шайларыңызды демдеп алыңыздар. Ал біз бастаймыз. Негізінде халықтың арасында 45К, яғни 45 болып танылған бұл көлік негізінде 40-тың рестайлингі екенін көбісі біле бермейді. Ал таза Toyota Camry 45 тек Жапонияның базары үшін, яғни оң рульді және де 4 доңғалағыда тартатын қылып шығарылған. Ал мынау секілді алды тартатын көліктер ол 40-тың рестайлингі болып табылады. Олжас Соқас Toyota Camry 40 автокөлігіне теріс драйв жасаған болатын. Ол кезде ол көліктің моторы мен стилін, яғни дизайнын сынға алған болатын. 2/4 көлемді қозғалтқыш, азғантай болса да май шитін көліктері өте көп. Ал соның барлығын ескеріп, Toyota компаниясы Toyota Camry 40 шанағынан бастап 2/5 көлемді қозғалтқыш, 179 аттың күшін беретін 2 аяр FZ қозғалтқышын қолданған болатын. Ал енді көліктің стиліне өтетін болсақ, аса қатты өзгеріс жоқ. Мәнен келетін болсақ, басты өзгеріс ол көліктің алдыңғы торларында. Яғни бұрын Toyota Camry 40 автокөлігінде мынандай үшеу эмблеманың қиылысатын 3 жіңішке сызық болатын болса, ал қазір 40 рестайлингта мынандай 2 жуан сызық, ал бірақ эмблемамен қиылыспайды. Сонымен қатар кішкене өзгерістер осы алдыңғы фараларында орын алған. Ал енді көліктің артқы фараларына қарайтын болсақ, бұрынғыдай әшейін жай жанатын фонарилар емес, оның орнына мынандай нүкте-нүкте болып жанатын диодты фаралар орнатылған. Яғни аса қатты өзгеріс болмаса да көліктің түріне реңк кіріп қалған сияқты. Яғни отырған кезде көліктің 30-шы, яғни алдыңғы шанаққа қарағанда жалтайғаны білінеді. Яғни алдыңғы шанақта 1795 мм болатын болса, бұл шанақта ені көліктің 1820 мм-ге дейін ұзартылған екен. Ал биіктігі керісінше 2 см-ге төмендетілген. Сонымен қатар, алдымыздағы панельдерді қарайтын болсақ, ол сапалы кожадан жасалған. Ал жаңадан шығып жатқан Hyundai'дің автокөліктеріне отырсаң бір арзан көліктердің, яғни ұстасаң жағымсыз, пластмассалы панельдер ұстасаң өзіңе өте жағымсыз болып тиеді. Ал мынау панельдегі орналасқан пластмассалар туралы айтатын болсақ, бұл біз америкалықта отырғандықтан бұл жерде пластмассалар. Ал егер біз европалық 40 рестайлда отырғанымызда, бұл жердің барлығы ағаштан жасалған болатын еді. Сонымен қатар мынау сияқты краскалары, пластиктердегі краскалары кетіп қалған жерлер кішкене көлікке ескілік беріледі. Ал енді көліктің функционалы туралы айтатын болсақ, көлікте ешқандай түсініксіз жерлері жоқ. Яғни барлығына қарайтын болсақ, мысалға терезені жуу, яғни олардың жылдамдығын өзгерту, немесе автоматты түрде жанатын алдыңғы фаралары, немесе follow me home функциясы бар. Яғни follow me home функциясын мен алдыңғы автообзорда да айтып кеткен болатын. Яғни қараңғы жерде тоқтаған кезде қожайыны көліктен түсіп кеткеннен кейін фаралары шамамен 1 минут жанып тұрады. Яғни ол қараңғы жерлерде өте керек нәрсе деп ойлаймын. Ал панельдегі орналасқан батырмалар туралы айтатын болсақ, бұл жерде жылытқыштарды қосып өшіруге немесе соларды басқаруға арналған батырмалар болып табылады. Бір заттарды, аксессуарларды қоятын жерлерге қарайтын болсақ, яғни бұл жерде өте көп орын, барлық жерлерге салып қойсақ болады заттарымызды. Сонымен қатар мына қолдың астына қол қоятын жерімізге кішігірім тоңазытқышта орнатып қоюға мүмкіндік бар. Ал енді көліктің артқы бөлігіне қарай өтейік. Яғни бұнда таксовать етсең де, немесе кішкентай балаларды отырғызып қойсаң да, ешқандай уайым болу қажет жоқ. Себебі бұнда сындыратын ештеңе жоқ. Жалпы айтқанда бұл жерде терезені түсіріп жоғары көтеретін функциядан басқа ештеңе жоқ.
тіпті оны да жүргізуші бұғаттап қоя алады. Ал бірақ көліктің артындағы комфорты аэропорттан бір делегатты күтіп алып, оны керек жеріне апарып тастауға мүмкіндік береді. Достар, көлік бизнес-класстікі болғандықтан алдымыздағы орындықты жылжытып қойдық. Яғни S-класстағыдай бұны кнопкамен жылжыту мүмкіндігі жоқ. Оны алдына өтіп, өзің қолыңмен жылжытуың керек. Ал енді орынды айтатын болсақ, мысалға қазір мен тіземмен мына орындыққа дейін шамамен 40 сантиметр, мүмкін 50 сантиметрдей бар шығар. Былайынан жатсақ та ешқандай бір кедергі көріп тұрған жоқпын. Жалпы бұл жерде орын көп. Достар, сіздердің де ұйқыларыңыз келіп кетті ма? Ё-майё. Ұйқын қандырайын десең де, бұл жерде қандырамайсың. Бұл автокөліктің, яғни осы шанақтың багаждегі, яғни жүк салғышы 535 литр. Сонда 50 литр қайда кетті? Яғни ширинасы ені бойынша ұзарған. Ал бірақ багажнигі керісінше 50 литрге азайған екен. Бірақ бұл машина бандиттерге арналмаған секілді. Білесіздер ме не үшін? Себебі ішіндегі ашылатын тартпасы, ішіне адам салсаң да, тіпті мал, именно ешкі салғанның өзінде мүйізімен ашып бере алады. Ё-майо, жауып кетті ғой. Ал достар, енді біз көліктің динамикасын тексерейін деп жатырмыз. Яғни көліктің жалпы салмағы 1,5 тонна, яғни 1,5 килограмм. Егер салмақ максималды салмағы 2 тонна болып табылады. Шамамен көліктің шығыны туралы айтатын болсақ, бұл жерде 2,5 көлемді қозғалтқыш орнатылған. Яғни ол 100 километрге шамамен 10, 11, 12, 9 литр бензинді қажет етеді. Ал 3,5 көлемді 40 рестайлингтар шамамен 14-15 литрді қаланың ішінде 100 километрге кетіреді екен. Сонымен қатар заводтан шыққан кезде көлік шамамен 9-1 мен 9-3 секунд арасында 100 км сағат жылдамдыққа жетеді деп көрсетілген. Ал достар, енді қазір біз көліктің 0-ден 80-ге дейін қанша уақытта жылдамдық алатынын көреміз. Ал ендеше кеттік. 1, 2, 3. Бірақ біз сонымен қатар есепке алуымыз керек. Жердің бәрі лай. Бізде шипованный баллон емес. Газды қатты соңына дейін баспағанның өзінде міне енді 80-ге келдік. Ұзақ кетті. Бензинге болсақ та бірі болса. Ал достар, енді көліктің қайтадан бір 0-ден 80-ге дейінгі разгонын көретін боламыз. Жаңа бізде 15-те 3 секунд көрсеткен болатын. Енді қанша секунд көрсететінін көретін боламыз. 1, 2, 3. Көлік 80-ге жетті. Бір шамамен 14-те 5 секундта. 13-те 5 секундта, яғни 80-ге, 0-ден 80-ге жеткен болатын. Оның өзінде біз бірінші басында қарда сырғанап, 2-3 секундтай тұрдығы, разгон алмастан, зацеп болмастан 2-3 секундтай тұрған болатынбыз. Ал былайынан көлікті айтатын болсақ, көлікте кур бар, яғни көлік оңай басқарылады. Алдыңғы Toyota Camry 30 шанаққа қарағанда бұрылу радиусы сәл үлкендеу. Қатты үлкен болмаса да, бірақ кішкене болса да, сонда да білінеді. Комфорт бойынша көліктер енді бизнес-класстың көліктерге сай комфортты беріп тұр деп ойлаймын.
айта кететін нәрсе, бұл көлік 70, яғни Toyota Camry 70 автокөлігімен салыстырғандағы разгоны шамамен 1 секундқа ертерек 100-ге жетеді екен. Шамамен жаңа айтып кеткендей 9-1, 9-3 секундта 100-ге жететін болса, ал Toyota Camry 70 автокөлігі 9-9, 10 секундта 100-ге жетеді екен. Яғни ол көліктің аэродинамикасына, жалпы толықтай моторына, көліктің салмағына толықтай байланысты екенін айтуымыз міндетті. Сонымен қатар көліктің бағасы туралы айта кететін болсақ, яғни көліктің жалпы колеса KZ сайтындағы орташа бағасын, яғни осы жерде көрсетіп кететін боламыз. Ал шамамен бұл көліктерді қазір 5,5, 6, 7 миллионға сатып алуға болады. Toyota Camry 40 рестайл автокөлігін. Жалпы көліктің налогына келетін болсақ, бір жылдық көліктің налогы шамамен 18-20 мың теңгенің арасын құрайды. Яғни басқа жоғарғы көлемді көліктерге қарағанда жылына 20 мың теңге көп шығын болып табылмайды бұл көлікке. Достар, енді осы автошолуымызды қорытындылай кететін болсақ, егер сіз студент болсаңыз, немесе көлікке көп ақша жұмсағыңыз келмесе, артық уақытыңыз болмаса, сіз міндетті түрде осы Toyota Camry 45 автокөлігін қарастыруыңыз керек. Ал егер қаттырақ басып, көбірек уақытымды жұмсаймын осы көлікке, немесе өзімнің қалаған нәрселерімді істетемін десеңіздер, онда басқа көліктерді де қарастырсаңыздар болады. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар. Барлығыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңыз.